Сәлеметсіздер ме оқушылар, бүгін біз геометрия пәні бойынша 10 сыныпқа арналған бір жоба тапсырмаларын орындаймыз. Екінші нұсқа, бірінші тапсырма берілгені, А векторы және В векторы берілген. А векторы 2, 4, 2, В векторы 6, 1, 4 деген сандар. Енді осы екі вектордың скаляр көбейтіндісін табыңыз деген, яғни сәйкес тұрған сандарды көбейтіп қосамыз. Сонда А көбейту В тең болады 2 көбейту 6, қосу 4 көбейту 1, қосу 2 көбейту 4 тең, 2 көбейту 6, 12, 4 көбейту 1, 4, 2 көбейту 4, 8, яғни 12 қосу 4 қосу 8 тең болады 24-ке. Сонда А мен В векторының скаляр көбейтіндісі 24-ке тең болады екен. Осымен бірінші есеп аяқталды. Келесі екінші есеп. Екінші есептен берілгені А және В векторлар берілген. А векторы 1, 2, 4, В векторы 2, 4, 6. Енді осы А және В векторының арасындағы косинус табуымыз керек. Оның формуласы бізде косинус альфа тең А көбейтілген В векторының скаляр көбейтіндісі бөлінген А векторының ұзындығы көбейтілген В векторының ұзындығы. Бірінші алымын есептеп алайық. А көбейтілген В векторының скаляр көбейтіндісі тең болады 1 көбейту 2, қосу 2 көбейту 4, қосу 4 көбейту 6 тең 1 көбейту 2, 2-ге тең, 2 көбейту 4, 8-ге тең, 4 көбейту 6, 24-ге тең. Барлығын қосатын болсақ, 34 шығады. Енді А векторының ұзындығын табатын болсақ, ол тең болады түбір асты 1-дің квадраты, қосу 2-ның квадраты, қосу 4-дің квадратына. Тең 1-дің квадраты 1-ге, 2-ның квадраты 4-ге, 4-дің квадраты 16-ға тең. 1 қосу 4 қосу 16 тең болады түбір асты 21-ге. Келесі В векторының ұзындығын табатын болсақ, ол түбір асты 2-ның квадрат, қосу 4-дің квадрат, қосу 6-ның квадрат тең болады 4 қосу 16 қосу 36. Барлығын қосатын болсақ 56-ға тең. Яғни түбір асты 56-дан 2 түбір асты 14 шығады. Енді формула бойынша орнына қоятын болсақ, косинус альфа тең болады алымында 34, бөлімінде түбір асты 21 және көбейтілген 2 түбір асты 14. Мына жерде 2 мен 34 қысқартамыз. 2-ге қысқартатын болсақ 1 қалады, бөлімінде алымында 17 қалады. Сонда бөлшек алымында 17, ал бөлімінде мына екеуін бір түбірдің астына аламызда 21 көбейту 14 бізде 294-ке тең болады. Сонда косинус альфа А және В векторының арасындағы косинус альфа бізде 17 бөлінген түбір асты 294-ке тең екен. Келесі үшінші есеп. Үшінші есепте сфераның теңдеуін жазуымыз керек. Оның центрі А нүктесі -2, 1, 4, ал диаметрі 6-ға тең. Енді біз бұл жерде сфераның теңдеуін жазу үшін бізге радиус керек. Сол үшін диаметрді 2-ге бөліп, радиусты тауып аламыз. Сонда 6 бөлу 2 тең 3-ке, яғни радиусы 3-ке тең екен. Енді сфераның теңдеуінің формуласы бойынша бізде x қосу 2-ның квадраты, қосу y минус 1-дің квадраты, қосу z минус 4-дің квадраты тең болады 3-дің квадратына. Енді x қосу 2-ның квадраты, қосу y минус 1-дің квадраты, қосу z минус 4-дің квадраты тең болады 9-ға деген сфераның теңдеуі шығады екен. Осымен үшінші есебіміз аяқталды.